спорт комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев ағамыз ат терлетіп келіп отыр. Самат аға, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Турнир жайлы бір-екі ауыз қалай өтуде? Енді жалпы айтатын болсақ, бұл енді 4 жылда бірлес өтілетін жазғы біздің спартакиадамыз ғой. Бұл спартакиадада ең маңыздысы бұл спорт осы күрес түрлері бойынша әр өңірде қалай дамып жатқанын көрсетеді және қандай жағдайлар жасалып, қалай болып жатқанын өзінің бағасын береді. Және осы жазғы спартакиада жалғыз осы 26 спорт түрінен болады. Жазғы спорт олимпиадалық спорт түрлерінен. Соның қорытындысы бойынша кейін өзінің шешімін шығарады. Енді былай айтқан кезде осы арнайы мынау енді әр спорт түрінің бүгін енді арнайы ашылу салтанаты өтіп жатыр ғой. Бұл жазғы спартакиаданың арнайы ашылу салтанаты 30 мамыр күні Тараз қаласында жоспарланып отыр. Енді бұл турнирдің деңгейін өздеріңіз көріп отырсыз, өте мысалы жас спортшыларымыз жеңіске жетіп жатыр. Енді осы жеңіске жеткен және жүлдегер болған спортшыларымыз бізде спортқа толы жыл. Неге десеңіздер, қазір Азия чемпионаты, одан кейін Азия ойындары, әлем чемпионаты бар, және де бірнеше халықаралық А-класты халықаралық жарыстарымыз бар. Сол халықаралық жарыстарға өздерінің өнерін көрсетіп, еліміздің атынан көк туымызды көкке көтеріп осы спортшыларымыз барады. Енді қазіргі таңда спорт комитетінің тарапынан және федерацияның тарапынан грек-рим күресіне, жалпы күрес түрлеріне, сонымен қатар дзюдоға әдіскер алып келу жаңа бұл да бір тактика қолға алып жатыр. Осы күрес түрлеріне Юрий Мельниченко ағамыздың келуі қаншалықты әсер етті деп ойлайсыз? Енді Юрий Васильевич Мельниченко енді өзіміздің даңқты палуан, әлем чемпионы. Енді өзінің тәжірибесін осы жас буынға береді деп мен сенемін. Неге десеңіздер, оның бойында қаншама былай айтқан кезде әдіс тәсілі бар, өнері бар, опыты бар дейді. Оны алдағы уақытта мысалы Айдос Сұлтанғали сияқты басқа да спортшыларды өзі жеке жаттықтырып, өзі жеке қадағалауын алып жатыр. Алдағы уақытта өзінің бір жетістігін береді. Енді мемлекет тарапынан жаңа айттым ғой. Мемлекет тарапынан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы үлкен жағдай жасауда, үлкен көңіл бөлуде спортқа. Жалғыз олимпиадалық спорт түрлері емес. Өздеріңіз көріп жатсыздар ғой. Кеше ғана ұлттық спорт қауымдастығының басшысын қабылдады. Сол сияқты әр спорттың түріне, мемлекетімізде дамып жатқан әр спорттың түріне үлкен көңіл бөлуде. Сондықтан да енді мен ойлаймын, бұл спорт түрлерінде бүкіл жағдайлары қазіргі уақытта жасалған. Енді арнайы айтатын болсақ, енді бүкіл керек құрал жабдықтары және де өздерінің берген тапсырыстарының бәрі мемлекет тарапынан беріліп, жағдайлары жасалуда. Енді Самат аға, жасыратын жоқ, грек-рим күресінен олимпиада ойындарының жүлдесін көрмегенімізге біраз болды. Алтын медальді бұлай қоя тұрғанда. Енді алдағы уақытта Париж олимпиадасынан біз грек-римнен чемпион көре аламыз ба? Қалай ойлайсыз? Енді жалпы айтқан кезде, енді барлық балалар, осы жердегі спортшылардың бәрінің үміті, арманы ол алтын медаль. Ешкім ол жерге барып жүлдегер болып, не болса тек қана орысша айтқан кезде участник болу үшін жүрген жоқ. Бәрінің арманы чемпион болу. Сол үшін әрине біз енді үмітсіз шайтан дейді ғой. Біз бәріміз үміттенеміз, бүкіл жағдайларда жасаймыз. Ары қарай осы жаттықтырушылар мен спортшылардың өздерінің қолында. Енді Жақсылық ағамыз армандап кеткендей олимпиада чемпионын көрмедім деп. Әрине осы Париж олимпиадасында мен ойлаймын, бір жаңа тұлға, жаңа бір қазақтың баласы паш етіп шығатынына кәміл сенемін. Неге десеңіздер, енді шексіз, енді одан артық қандай жағдай жасау керек, соның барлық жағдайлары қазіргі таңда толығымен жасалып жатыр. Сол үшін мен ойлаймын, бір
Құрметті достар, бүгінгі турнирдің атмосферасы өте керемет. Сол атмосфераны барынша сездіруге тырысу үшін сіздермен біз кішігірім тур шоу жасаймыз. Ең бірінші менің артымдағы френд зонадан бастасақ, бұл жерде барлық спортшыларымыз бапкерлермен және де басқа да ұйымдастырушылармен бірге фотоға түседі және сұхбаттар беріледі. Ең турнирден кейінгі ең бақытты сәттер осы жерде болады. Олай болса залға қарай кірсек, біздің турниріміздің ең үлкен орны, ең үлкен қасиетті жері бұл спортшыларымыздың жаттығу залы. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі салмақта белдесетін барлық спортшылар осы жерде дайындалады, жаттығады, жүгіреді, тер төгеді, бапкерлерімен бірге тактикалық әдістерін құрады және басқа облыстағы спортшылармен тығыз байланыс осы жерде жүреді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, спортшылардың футболкаларындағы терді, маңдайындағы терді көріп, әлем чемпионы болу, олимпиада чемпионы болу қаншалықты қиын екен түсінесіздер. Олай болса, әрі қарай кеттік. Бізде мына жақта жарыс болып жатқан 3 кілемнің тікелей трансляциясы спортшыларға, бапкерлерге осы жерден көрсетуге рұқсат беріледі. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде жаңа тағы да айтып өттік, спортшыларымыз, бапкерлеріміз барлығы осы жерде тер төгеді. Енді біз дәл қазір тікелей трансляция жүргізіп отырған теледидардың алдына келіп отырмыз. Мына жерде астына жазылып қойған А кілемі, Б кілемі, С кілемінен тікелей трансляциялар. Бұл жерде спортшылар қасындағы әріптестерін көріп тұрады, жанкүйер болып тұрады. Ал мынау 4-ші теледидарда спортшыларымыздың жеребьевкасы. Кіммен кімнің шығатыны, қарсыластарын біледі, қай уақытта, қай кілемге баратын туралы толық ақпараттар жазылған. Спортшыларымыз негізгі жарыс кілеміне дәл осы жаңа мен шыққан жерден шығады. Спортшыларымыздың қасына 2 бапкері жүргеуге рұқсат беріледі. Сонымен қатар дәл қазір біз тұрған зал, бұл негізгі зал, негізгі кілемдер, жарыстың мықты атмосферасы, тартыстар дәл осы жерде өтіп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 3 кілем, А, Б және С кілемдері, 3 кілемде балуандарымыз белдеседі. Ал біздің YouTube каналымыздың ең басты редакторы, журналисті Ғалым Сүлеймен ағамыз Қазспорт арнасынан тікелей көрсетілімге комментатор болуда. Оның қасында орыс тілді Сергей Райлян ағамыз. Қазір аздаған уақыттан кейін Ғалым ағамыздан да тікелей сұхбаттар алатын боламыз. Бүгінгі спортшыларымыздың бағы мен бабы қаншалықты дәрежеде келісіп тұр екенін, оны аздаған уақыттан кейін білетін боламыз. Мына жақта біздің көрермендер спортшыларды қолдауға келген, құрамадағы әріптестері, достары және туыстары. Қазаққа әрқашанда күрес ең маңызды спорттардың түрі. Біз бұл спорт түрін міндетті түрде қай турнир болмасын бақылап отырамыз. Егер де турнир барысында спортшыларымыз жарақат алып қалса, бізде турнирдегі ұйымдастырушылар жедел медициналық қызмет көрсету мамандарында осы жерге отырғызып қойған. Барлық құралдармен спортшылар жарақат алып қалған жағдайда тез арада қызмет көрсетуге дайын. Ол біздің боз кілемнің 2 бетіне орналасқан медицина қызметкерлеріміз турнир басталған сәттен турнир бітем дегенше осы боз кілемнің
Аға, жалпы турнир жайлы кішігірім ақпарат бере кетсеңіз, қанша уақыт аралығында өтеді және қанша спортшылар келді? Бүгінгі 4 жылда бір өтетін спартакиадада 650 астамнан спортшы қатысып отыр. Бүкіл Қазақстанның өнерінен келіп отқан палуандар. Жалпы бұл дода біздің спорт тарихында 6 рет өткізіліп отыр. Бұл дода Олимпиада ойындарының бір жыл қалғанда өткізіледі. Және бұл осы жарыстың басты мақсаты осы алдымызда келе жатқан Париж Олимпиадасында біздің үміткерімізді реттеу. Одан басқа енді биыл өзіңіз білетіндей жыл сайын болатын Азия чемпионаты бар күрес түрлерінен, яғни грек-рим, еркін және әйелдер күресінен биыл Париж Олимпиада ойынына алғашқы іріктеу ол Сербияда өтетін әлем чемпионаты қыркүйек айында, және де жоспарда былтыр өткізілмеген 19 Азия ойындар тұр қыркүйек айында. Сондықтан басты мәселе, басты жарыстың мақсаты осы үлкен додаларға құраманы іріктеу, және де осы спартакиаданың тағы да бір мақсаты бұл мына өнердегі жалпы осы спорт түрлерінің дамуын баға беретін жарыстардың бірі. Өте дұрыс айтасыз. Қазір осы жылы елімізде әлемдік аренада бір емес бірнеше турнир өтейін деп отыр. Енді бүгінгі өтіп жатқан грек-рим палуандарына келсек, жаңа сіз Ғалым ағамызбен бірге Қазспорт арнасында тікелей трансляцияны жүргіздіңіз. Осы уақытқа дейінгі белдескен балуандарымыздың арасында жарыс қалай өтіп жатыр? Жеңімпаздарымыз, былтырғы жылғы чемпионаттың жеңімпаздары, Азия чемпионатының жүлдегерлері және басқа да облыс аймағындағы спортшыларымыз қалай белдесуде? Енді жалпы осындай жыл сайын өткізетін ресми жарыстардың ерекшелігі осындай жарыстар жас палуандарға өздерін көрсете білу мүмкіншілік туындайды. Әрине бүгінгі таңда өнерлерде осы жарысқа дайындық жақсы өткізілген, бірнеше оқу-жаттығу жиындар. Сондықтан бүгін осы спортшылар өзінің шеберлігін дәлелдеп, оның ішінде айтсақ бірнеше спортымызда ел танымал спортшылар жеңіс тапты. Оның ішінде Мейрамбек Айнагулов жеңіліп қалды. Әрине бұл енді спорт болғаннан кейін жеңіс бірге жүреді. Бірақ та осындай жарыста жас буындағы палуандар осы ұлттық құрамаға жолдама аламыз деп өзі аянбай терін төгіп жақсы өнер көрсетіп отыр. Осының бәрі қуантады. Алда келе жатқан біздің даярлап отқан Мамаев итеріп шығаруға тырысуда ғой. Физикалық даярлық өте күшті екен, бұл балуанның итеріп шығарып, содан алтын ұпайдан айырылып қалып жатса, ол да бір өкінішті екен. Көрдіңіздер, қалай өте жақсы бастаған еді Ислам Мамаев. Бірақ ақырғы соңында ол жас таразы басын теңселтіп кетті, өте жақсы. Жалпы 5-5 қой есеп. Бірақ жаңа кесек әдіс, сапалы әдіс жасаған. Иә, ол жас. Қорлан мырза, бүгінгі спартакиада туралы бір-екі ауыз сөз айтсаңыз, қалай болып жатыр? Ассалаумағалейкум. Биылғы жылдың ең бастамасы осы спартакиададан бастап жатырмыз. Бұл деген Қазақстан чемпионаты. Бұны ұтқан жігіттер биылға жарыс көп қой бізде. Азия ойындары бар, әлем чемпионаты уже лицензия дейді, Олимпиада ойнатылады. Бұл биылғы жарыстың ең маңызды жарысы. Маңызды жарысы болып осы саналады. Енді Аллаға шүкір жақсы басталып жатыр. Қуанышта болып жатыр, эмоцияға беріліп жатыр балалар дегендей. Деңгейі мықты. Жас балалар, жас буындар өсіп келе жатыр. Енді қазір сіз спорттық карьераңыздан бөлек бапкерлік қызмет атқарудасыз. Алматы облысының бапкерісіз, иә? Алматы облысында қазір таңда бапкер болып жұмыс істеп жатырмын. Негізі кішкентайлар, жас өспірімдермен жұмыс істеп жатырмын. Және де федерацияда қызметтемін қазір. Бүгінгі жарысқа дайындап алып келген шәкірттеріңіз бар ма? Қалай болып жатыр? Жоқ, қазіргі балалар мен жас өспірімдер, кішкентай балалар. Бірақ қазір командаластарым бар, бұнда бірге күрескен балалар, қазіргі інілерім бар, соларға қолпаштап келіп отырмыз жарысқа. Балалар жақсы күресіп жатыр былай, бірақ енді кішкене деңгейлер жас балалар әлі.
кішкене жетпей жатыр кішкене. Бірақ екі ала берсе екі балуанымыз үшінші орынға күреседі. Сәттілік бұйыртса, енді өзіңіз талай боз кілемде күрестіңіз, талай әлемдік ареналарда Қазақстан намысын қорғадыңыз. Алдағы уақытта спорттық карьераңызды жалғастыру ойда бар ма, әлде бапкерлікке бет бұрдыңыз ба толыққанды? Мүмкін оралып қаламын. Мүмкін. Қазірге восстановить етіліп жатырмын әлі. Денсаулығымды қалпына келтіріп жатырмын. Мүмкін қазір егер жастар шықпай жатса, әрине дайынбыз ғой. Көк туымызды желбіретуге на старте дейді ғой былай. На старте. Бұйыртса, енді тағы бір сұрақ. Осы турнирде сіздің туған бауырыңыз Бағлан Жақанша өнер көрсетеді. Қалай болып жатыр? Жаңағы жартылай финалда ұтылып қалды. Тараздың палуаны ұтылып қалды жаңа. 9-да 2 болып. Шамал түсінбестік орын алған сияқты. Иә, кішкене судьялар өзі де кішкене эмоцияға беріліп жатыр да, бала. Кішкене сабыр ету керек. Күту керек, үшінші орынға күресу керек деген сияқты. Ну ничего, бұл спортта білесіздер, бәрі болады. Қазір ол жарыстан шеттетілді ме, әлде үшінші орынға таласады ма? Жоқ, қазір қандай шешім шығарды? Иә, қазір оған қызыл карточка берді. Значит, жарыстан снимать етілді. Алып тастады жарыстан ол кісіні. Сөйтіп, мүмкіндік жоқ енді үшінші орынға күресуге. Осы турнирде жарып шығып жатқан, болмаса сенсация жасаған спортшылар бар ма? Көзіңізге түскен? Так, Елубесе Исқар деген бауырым бар. 2001 жылғы ма, 2002 ма сондай. Жас бала. Қазіргі таңда ана жылы чемпион Қазақстанда болған. Құрбаев, да? Құрбаев, иә. Құрбанов. Құрбан. Иә. Ана жылы чемпион Қазақстанда болған. Биыл міне енді мықтылығын дәлелдеп тағы финалға шықты. Қазір Мукашев деген тоже өзім мінім бірге күрескенбіз, бір боз кілемде. Сол екеуі қайтадан ана жылы күрескен. Биыл тағы да екеуі финалға шығып отыр. Енді сол бауырларыма енді тілектеспін. Екеуі де жас буын, енді шығып келе жатқан. Алды талай жарыстарды, додаларды отады деген ойдамын. Сенім артамын былай айтқанда. Ауыр салмақтағы спортшылардың ойын қарап отырсыз ба? Бүгін мысалы 63-те көп балалар күресті, лидерлар күресті, былай айтқанда Айнағұлов Мейрамбек күресті, Зарлыханов Дастан дегендер. Бағлан да бар жаңа бауырым ішінде. Солардың біреусі көрінген жоқ бүгін. Бәрі ұтылып қалды. Былай айтқанда лидерлардың бәрі ұтылып қалды. Жаңа финалға шыққан жас буындар, балалар қуантады да, өсіп келе жатқаны қуантады. Соларды көріп мен тамашалап отырмыз. Күрестер ерекше. Жастың аты әрқашанда жас қой. Бірінші күннен бастап сенсацияға толы болды дейсіз ғой? Иә, бірінші күннен бастап жаңа 55, 63-тер, 72-де жас бала жаңағы Илоев ба, фамилия сондай. Жас мықты бала екен. Болашақта үлкен үміт келтіретін балалардың бірі. Қорларымызда енді соңғы сұрақ. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бұрыннан келе жатқан әккі балуандарымызда жастар арасына шығып жатқан жас жеткіншектеріміз жеңіп кетіп жатыр. Сенсациялар көп болып жатыр. Енді алдағы уақытта сол жас жеткіншектеріміз Қазақстан чемпион атанса, әлемдік аренада психологиялық жағынан бір қарсыласқа ұтылып қалады деген қорқыныш бар ма? Ондай қорқыныш жоқ. Негізі қазір бір жақсы баппен келе жатыр, бәрі дайындалып. Айта кетелік, бүгін 97 килограммда күресті Искак Ерлан деген өзіміздің ағамыз. Ол кісі үлкен бізден 30-дан асқан жігіт. Былай қарасаңыз финалда. Оны енді пока ондай салмақтар, былай определенный салмақ қана жастар шығып жатқан. Былай бұрынғы лидерлар, сол лидерлар. Мысалы, Ерланды ұтатын пока ешкім жоқ болып тұр, мысалы. Ертең ала бұйыртса Алмат ағамыз күреседі. Кебесбаев Алмат ағамыз бар, өзіміз 5 дүркін әлем жүлдегері. Бүкіл халық таниды, ел таниды. Ертең сол кісіге жанкүйер боламын. Өзім сол кісіге жанкүйер боламын. Өйткені ол кісіні әлі бабында деп ойлаймын. Ертең ала берсе, ала соған сол кісіге күш қуат берсін. Дәл қазір біздің қасымызда қазақ елінің мақтаныштарының бірі, әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері Айдос Сұлтанғали. Айдос өзін көргенімізге қуаныштымыз. Енді осы спартакиадаға қатыспауының басты себебі көріп тұрғанымыздай жарақат қашан, қай кезде болды? Осы Қазақстан алдында Зубор Алисеевкеде осы дайындық үстінде болды. Осы 20 күн болды, қазір операция істеп, осы жаққа
ем алуға келдім. Осы бір жағынан Қазақстанды көріп, бұйырса тезірек емделіп, жазылып, қайтадан қатарға қосыламыз деген үміттеміз. Әрине, міндетті түрде біз сені күтеміз. Енді жарақаттан айығу қанша уақыт алады? Өзіміздің жаңа ағайлары бар, врачтары бар, кездесе отырып, сол 3 айдың көлемі деп отырып өзіміз. Оған дейін тыңғылықты бір қолымыз болса, бір қолымыз сау, 2 аяғымыз сау деген сияқты басқа жерлерге де жаңағыдай физподготовка дейді ғой, соған дайындалып, еш босауға уақыт жоқ, алдымызда олимпиада жатыр. Енді Айдос, өзің күресіп жүрген 60 кг салмақта былтыр ел чемпионы атандың. Биылғы салмағындағы мықтылар көріп жатсың ба? Кімдер? Әлде жаңадан шығып жатқан жас балдар бар ма? Бірінші рет мен өзім былай Қазақстанға келіп, Қазақстанға күреспей былай қарап отқаным өте қызықты өтуде. Жастар да жақсы күресіп, өнер көрсетіп жатыр. Мен салмағым бұйырса ертең күреседі, Алла қаласа. Бұйыртса өзің енді кім чемпион болады деп ойлап отырсың? Мен алдыңғы жылы финалда күрескен Ернар Фидахметов или Ернұр Фидахметов, осы екеуін біреуіне қойып отырмын. Сенің баяғыдан келе жатқан қарсыластарың ғой? Қарсыластарым, достарым. Өзің Қызылорда өңірінің тумасысың. Бүгінгі қызылордалық палуандардың шабысы қалай? Шабысы көңілде ондай толмай тұр енді. Өйткені бір оқушымыз ғана финалға өтті. Олжас Сырлыбай Олжас. Қалған балуандарымыз өкінішке орай жеңіліс тапты. Үшінші орынға таласатындардан ешкім жоқ па? Жоқ, оған да қалмады. Тек Олжас қана? Олжас Сырлыбай тек финалда. Бұйырса сол алтынмен қайтсақ деген үміттеміз. Міндетті түрде. Сосын бұйырса келесі ертеңгі күнде балдарымыз бар. Соларға үміт артамыз. Енді бүгінгі спартакиада туралы кішігірім айта кетсең. Спартакиада өте мықты. Мен өзім бұрында күресуге келгеннен кейін бұндай жарысты қарап қызықтамайтын. Бұл жолы кәдімгідей отырып, басынан бастап аяғына дейін күресті қарап, күшті әсер алдым. Өте жоғары деңгейде, шүкір, жастардың қарқыны өте мықты. Жақсы өнер көрсетіп жатыр. Көңілім толды жастарға. Құрметті достар, аздаған уақыттардан кейін 6-шы жазғы спартакиаданың ресми ашылуы өтпек. Ресми ашылу дәл осы керемет сахнада өтеді. Күрес түрлерінен 6-шы спартакиаданың ашылу салтанатымен шын жүректен құттықтайды. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы спорт саласына үлкен көңіл бөлуде. Және де оны өздеріңіз сезініп жатқан шығарсыздар. 4 жылда бір болатын спартакиада өздеріңіз білесіздер, өнерлердің деңгейін, осы күрес түрлеріне қандай көңіл бөлінгенін, қандай жетістіктер жасалып жатқанын айқындайды. Және де осы спартакиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері алдағы болатын халықаралық жарыстарымызды ел намысын қорғайтын болады. Спортшыларға сәттілік тілеймін. Және де осы жерде төрешілерге әділ төрешілерге көмек сұраймын.
Не дегенше бүгінгі 5 салмақ дәрежесіндегі іріктеу белдесулер аяқталды. Дәл қазір 3-ші орынға талас өтуде. 55 кг салмақ бастау алды. Бүгін 5 салмақ дәрежесінде жарыс жеңімпаздары анықталады. Қазір 3-ші орынға талас белдесулері, одан кейін финалдық белдесулер. Дәл қазір 55 кг салмақта қола медальға Жетісу облысының екі палуаны таласуда. Дәл қасымда су жаңа чемпион. Қазіргі грек-рим күресінен ең алғаш 55 кг-дағы ел чемпионы Марлан Мукашев. Ал, Марлан, жеңісі құтты болсын. Біріншіден турнир жайлы айта кетсең, қалай болды? Турнир өте жоғары деңгейде өтті. Қарсыластарымда оңай қарсыласпаған жоқ, бәрі тыңғылық дайындалып келген. Өте мықты палуандармен күрестім, және өзім жартылай финалда и финалдық белдесуде өзімнің бауырларыммен күрестім. Финалда былтыр чемпионат Қазақстанда осы финалда есемді жіберген болатын, сол есемді осы финалда қайтардым. Кімнен қайтардың? Көрермендерге толық айта кетсең? Исқар Құрбаевтан. Исқар Құрбаевтан, оның барлығын білеміз. Былтыр 2022 жылы Қарағандыда өткен ел чемпионатында сен финалда атылған болатынсың. Жалпы осы жолғы финалдық бәсеке қалай өтті? Мен үшін енді мен өзіме сенімді болдым. Өзімнің дайындығыма, өзімнің бапкермен бірге сондай тактика құрдық. Сол тактикамен жеңіске жетіп отыр. Осы жарыстағы ең қиын қарсылас кім болды сен үшін? Ең қиын жартылай финалда Ербол Камалиевпен болды. Есеп 4-3 болды. Құрметті достар, бүгінгі бірінші күннің ең соңғы белдесуін аяқтаған, ең соңғы белдесуде белдескен 97 кг-ның су жаңа чемпионы Олжас Сырлыбай, қызылордалық. Жеңіс құтты болсын. Жалпы финалдық бәсеке қалай өтті? Финалдық бәсеке бұл кісімен өзіміздің ағамыз, Қазақстандағы ең мықты, осы салмақтағы ең мықты лидерлердің біреуі. Ерлан Исқақов. Осы күнге дейін 4 мәрте күрестім, 4-еуінде де жеңіліп қалдым. Осы 5-ші рет Аллахтың қалауымен жеңіп отырмын. Өзім осы әлем чемпионатының алдында ота жасатқам, соқыршек аппендицит дейді. Содан кейін жиналып енді міне кілемге шығып, осы жақында 15 күн бұрын, 20 күн бұрын кілемге шықтым. Содан Аллахтың қалауымен осы жеңіске жетіп отырмын. Өте қиынға соқты енді. Қалай болса да қиындықсыз жеңіс жоқ қой. Осыдан бір жыл бұрын Қарағандыда өткен ел чемпионатында сен Ерлан Исқақовпен финалда кездесіп, ол жерде жеңілген болатынсың. Бұл жолы жеңіске жеттің.
Енді осы финалдық бәсекеге дейін ең қиын қарсылас және ең қиын белдесу кіммен өтті? Финалдық бәсекеге дейін жас жігіттер, біреуі үлкен ағамыз, тоже жақсы келген деген. Жеңіл болды финалдық бәсекеге дейін. Финал ғана өте қиынға соқты. Ары қарай есепті ұстап тұру, 1,5 минут бойы. Солай жеңіске жету өте қиынға соқты. Иә, Олжас финалдық бәсекеде байқағанымыздай сәл сылбырлық көрінді. Иә. Өйткені бұл сол неден ота жасатқаннан кейін салмағым өсіп кетті біразға дейін. 14-15 келді осы кезде қуып 20 күн ішінде күресіп отырмын. Содан кейін олар қатты шаршаңқы жүрмін. Енді Қызылорда облысының намысын қорғап келген палуандардың ішінде қазір сен ғана бірінші күн нәтижесінде алтын жүлде иелендің. Ертеңгі қызылордалық палуандардан кімдерден үміт күтесің? Ертеңгі дегенде біздің негізі Айдос Сұлтанғали бауырымыз бар, өзіміздің лидеріміз, осы облыста да, Қазақстанның ішінде де лидеріміз. Ол кісі жарақат алып қалғанына байланысты, негізгі үмітіміз сол кісі, сол досымыз еді, бауырымыз. Одан кейін бүкіл жүк мен мойныма артылды. Енді ақтадым демесе санаймын өзімді, Аллаға шүкір. Біздің Берен Лайф YouTube арнасының көрермендері қазір бізде қонақта. Берен Лайф YouTube арнасының негізін қалаушы өзіміздің ағамыз Ғалым Сүлеймен. Бұл кісінің бүгінгі біздің влогымызда тек соңында ғана көрінуі, осы турнирді бастан аяқ Қазспорт арнасында қазақ тілінде комментатор болған Ғалым ағамыз. Ғалым аға, жалпы бүгінгі күн қалай өтті? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі жарыс күні мына Қазақстан Республикасы спартакиадасы 4 жылда бір өтетін жарыс. Енді Қазақстан чемпионатымен салыстырғанда Қазақстан чемпионаты жыл сайын өтеді ғой. Сонда жыл сайын чемпиондар өзгеріп тұрады. Сол сияқты өзіміздің кіші олимпиадамыз осы спартакиаданы биыл бастап жатыр екен. Осы күрес түрлерінен бастап алып жатыр. Келесі жолы үстел теннисі, басқа да спорт түрлері бірте-бірте кезең бойынша өтеді. Ал спартакиаданың өте Қазақстан Республикасы күрес федерациясы өте жақсы даярланғаны байқалып тұр. Оформление бар жағынан да ешқандай мін жоқ. Жарыс қызықты өтті деп ойлаймыз. Бүгін 5 салмақ дәрежесі бойынша бәсекелерді тамашаладық. Кейбір тосын оқиғалар тіркелді. Атап айтар болсақ, мәселен Мейрамбек Айнағұловтың әлем чемпионатында 2 рет жүлде алған балуанның жеңіліп қалғаны мен үшін тосын оқиға деп айтсам болады. Былтыр соңғы әлем чемпионатында осы үздік 5-тің қатарынан көрінді ғой деймін, егер қателеспесем. Аманғали Бекболатов деген балуанның ұтылып қалғаны шынында тосын оқиға болды. Осындай оқиғалар кездесті. Есесіне ерекше бір көзге түскен жігіттер де болды. Мәселен, маған ерекше ұнағаны 82 кг салмақта Рахмет Сапиев ұнады. Ақтық сынға дейін қалай өтті, керемет күресті, өте тамаша күресті, бірақ шамасы сол болды ма, жоқ әлде сол нәтижені қанағат тұтты ма, бірақ финалда біз күткендей өнер көрсете алмай Ислам Евловтан ұтылып қалды. Бірақ дегенмен де бұл жігіттің болашағы бар деп мен айта алар едім. Жалпы жарысқа келетін болсақ, бәсекелестік мықты болған бір көрінісі, бір облыс 2 алтын алған жоқ. 1 алтын алған екен. Атап айтар болсақ, мына 55 килограмда Марлан Мұқашев, бұл астаналық балуан, 55 кило салмақта бірінші орын алды. 63 кило салмақта Шымкент қаласының өкілі Мұхаммед Али Мамырбек өте керемет күресіп, финалда жамбылдық қарсыласын санаулы секундтардың арасында 1 минутке жеткізбей айқын басымдықпен ұтқан өздеріңіз көрдіңіздер, куә болдыңыздар. Осы балуан шолақ атында спорт сарайына жиналған жанкүйерлер ерекше қошемет көрсетіп, мына ұзақ қол соқты бұл балуанға. 72 кило салмақта Ибрагим Агамадов жеңіп алды, қарағандылық балуан. Бұл спортшында көптен бері ұлттық құрама сапында жүрген балуан, сондықтан бұл ешқандай таңданыс тудырған жоқ. 82 кило салмақта Ислам Евлов жеңіп алды, Солтүстік Қазақстан облысы бас жүлдені. Және аса ауыр салмақта Ерлан Ысқақов пен Олжас Сырлыбайдың күресі бізге ерекше ұнады, өйткені финалда екеуі 4 мәрте кездескен екен. Жаңа ғана сол Олжастың жеке бапкерінің бірі Ермек Өкетовпен сөйлескенде айтты, 3 рет ұтылған болатын. Енді осы жол 4-ші рет міне көздеген мақсатына жетіп, міне Ерлан Ысқақов сынды өте тәжірибелі, өте мықты балуанды ұтты. Міне осындай 5 облыс алған екен. Ертеңде қызық белдесулер болады, өйткені ертең тағы да 5 салмақ дәрежесі. Ол 5 салмақ дәрежесінде олимпиада бағдарламасы енген салмақ дәрежелері. Ал бүгінгі олимпиада бағдарламасы енбеген, яғни бұл салмақта топ жарған жігіттер ертең әлем чемпионатында, Азия чемпионаттарында көрсетеді, бірақ олимпиада ойындарында
егер барғысы келсе осы басқа салмақтарға ауысуға мәжбүр болады. Сол себепті содан кейін жексенбі күні әйелдер күресі тамашалаймыз және дүйсенбі мен сейсенбі күні еркін күрес шеберлерінің тартысын тамашалаймыз. Сөйтіп спартакиадан жаңа есімдер, тағы мықты спортшыларды естиміз деп ойлаймыз. Бір үйреншікті есімдер емес, енді расында жалындап өсіп келе жатқан жастардың да бір жарқ еткен тұстарын көрсек деп армандаймыз, соны көргіміз келеді. Бұйыртса сіз алдағы 4 күнде толыққанды өзіңіз жүргізесіз, Құдай қаласа, көріп жүргізіп, сол бір жастарды көрсек дейміз, соның бәрін түсіріп, солардың бәрін насихаттап, сол себепті сіздер де міне Қазспорт арнасын көріңіздер, Егемен Қазақстан газетін оқыңыздар, осы жерден репортаждар береміз. Сонымен қатар өзіміздің беренге де басан аударып, біздің бағдарламамызды көріп, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіріп, әрқашан қолдап жүріңіздер.